Жылдам хабарнама шұғыл дерек. Сәлеметсіздер ме достар? Қазақстандықтар үшін жаман жаңалық: азық-түлік бағамы тағы қымбаттады. Егер осы турсында толығырақ мәліметке ие болғыңыз келсе, онда арнамыздағы подписаться және де бір ғана лайк түймелерін басып, каналымыздың дамуына өз үлестеріңізді қоса кетуіңізді сұранамыз. Ал онда біз бастадық. Қазақстанда азық-түлік бағамы қымбаттады. Өткен аптада әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының бағамы 0,1%-ға, ал жылдық мән бәрі 18,6%-ға өсті. Әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының тізбегіне 19 атау кіреді. Базға өзгерісі туралы көрсеткіштер апта сайын жаңартылып отырады. Бағаның өзгеру туралы ақпарат барлық облыс орталықтары, республикалық маңызы бар қалалардан және де Астанадан жиналады. Ол үшін елді мекеннің әртүрлі бөліктерінде орналасқан тауарлардың кең ассортименті бар әртүрлі типтегі сауда объектілері таңдалады делінген хабарнамада. Қазақстан Республикасы бойынша әлеуметтік маңызы бар кейбір тауарлардың орташа бағамы 2023 жылға 28 наурыз бойынша көрсеткіш: айран 2,5%-ға 390 теңге, қырыққабат 118 теңге, сары май 3602 теңгені құрайды. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз.